Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен фигуди жасап дайындап көрсететін боламын. Өте тойымды тағамдардың бірі. Ол үшін бізге керекті заттар тартылған ет, сәбіз, картоп, пияз, капуста керек болады. Тұзымызды саламыз. Қара бұрыш, тағы да ұнтақталған балдар бұрышымызды саламыз. Дайын тұрған май менен етімізді араластырамыз. Құрамы мен мөлшерін описанияға қалдырып кетемін, сол жерден қарай аласыздар. Ұнымызға дрожжымызды саламыз, суға тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызға майонезімізді салып, жақсылап қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 1,5 сағатқа ашытып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, оны бөлшектерге бөліп аламыз. Барлық бөлшектерге бөліп алдық. Енді оны 15-20 минутқа қойып қоямыз. Видеодағыдай қамырымыздың үстіне салмамызды салып, әдемілеп бүгіп аламыз. Мантаваркамыздың астына салқын суымызды құйып 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Біздің фигудиіміз дайын болды. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр.